Майнкрафтта негізінде айдаһарлар қалай пайда болды және олардың тарихы қандай? Қазір толық мәлімет аласыңдар. Майнкрафтты аяқтау үшін соңғы деңгей бар, яғни бұл соңғы әлем. Соңғы әлемге өткеннен кейін сіздер соңғы айдаһарға тап боласыздар. Бұл айдаһар өзінің дәуіріндегі ең соңғы қалған айдаһар. Себебі бұл әлемде айдаһарлар мекен еткен. Бұған себеп құрылған кемелер. Себебі бұрынғы адамдар айдаһарларды жоқ қылу үшін кемелерді құрған. Бірақ қазір бұл адамдар қайда? Себебі адамдар бұл әлемге келгеннен кейін қайтарға жол таппаған. Кейін адамдар бұл жерде уланып, эндерменге айналып кеткен. Байқасаңыздар, эндермендер сөйлейді, сәлемдеседі және қал жағдай сұрайды. Ал айдаһар соңғы тірі қалған айдаһар, және ол соңғы жалғыз жұмыртқасын қорғап тұрады. Айдаһар қоректенбейді. Ол тек эндер кристалдар арқылы жанын толтырады. Оны өлтіргеннен кейін айдаһар жұмыртқасымен қайтар жол порталын ашасыз. Бірақ Майнкрафт шығарушылары бұл дегені Майнкрафттың жалғасы бар екенін көрсетеді. Демек, бұнымен Майнкрафт бітпейді, яғни жалғасы бар.